Қазір мына шақасын қиып, хризантема деген гүл. Шақасын мына шақаны қиып алып, мына жерге тық қойсақ, бұл демде гүл болады. 14 күнде дайын болады. Міне ұсын аз клокқа шығарып сатсаң, 1000 сомнан сатсаң да болады. Міне мына мияталардан жақсы пұл тапсаң болады. Ұсын мінекей тұрыпты. Мына езі қазір тамыр жоқ қой, бір әптен ояқ баяғында қарасаңыз, тамырлап тым жақсы. Міне тамыр байлаған мынау ұсындай болады. Мына Афуай бір шақа. Магазинде гүлші қыз беріп еді, маған мынаны көбейте алсаң көбейт. Бір шақадан әкеп қанша гүл болды. Өткен жылда да саттым, биыл да сатып жатырмын. Міне мынау бегония деген. Сол Жезаққа барғанда бір несін әкеліп ек, үйге өсіріп алып, жерге егіп алып. Содан мүмкін емес еді, мына шақаларынан көбейтіп, даже жапырағынан көбейет бар. Жапырағынан. Мына ерінбесең жапырақтан, болмаса шақадан болса тез дайын болады. Сол ұсыларды егіп, ұсыларды көбейттік. Міне мыналарың бір түбек асаң болады. Шарайет болса болды. Шарайет жаратып, неғысаң, мынау әзінекей ұстырсында тұрыпты қоя. Ұсын жұлып алда стаканға отырғызып апарсаң, 3000 сом, 5000 сом, сәл сұлу болса 10 000 сомға да горшокларға отырғызып апарсаң болады.